Сәлем достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай болып пісетін зебра пирогын жасап көрсетемін. Ол үшін бізге ең алдымен қант, ұн, айран, сары май, сода, жұмыртқа, какао қажет болады. Ең бірінші содамыз бен айранымызды бір-бірімен араластырып қоямыз. Кішкене үлкендеу ыдыс ала берген дұрыс айранға. Осылай жұмыртқамызды құрғақ ыдысымызға салып, жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Миксерлеу барысында қантымызды 3 бөлікке салып, дәл осылай аппақ көпіршік болғанға дейін миксердің көмегімен араластырып отырамыз. Қараңыздар, жаңағы айранымыз сода қосқаннан кейін дәл осындай қалыпқа келеді. Айранымызды қосамыз жұмыртқамыздың үстінен, кішкене миксерлеп жібереміз, араластырып. Бөлме температурасында тұрған осындай жұмсақ сары майды қосамыз, немесе микроволновкаға кішкене ертіп алсаңыздар болады. Сары майымызды да жақсылап араластырып алатын боламыз миксердің көмегімен. Ал енді ұнымызды дәл осылай елегіштің көмегімен елеп өткізіп аламыз. Елегіштен өткізетін болсаңыздар, пирогтарыңыз көтеріліп, өте дәмді болып, үлпілдек болып шығатын болады. Міндетті түрде ұндарыңызды әрқашанда елегіштен өткізіп салыңыздар. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Дәл осылай екінші ыдысымызды алып, жаңағы қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп салып алатын боламыз. Міне, дәл осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Енді екінші бөлігіне 2 ас қасық какаомызды саламыз. Какаомызды да міндетті түрде елегіштен өткізіп аламыз. Қараңыздар, осындай түйіршіктер қалып кетуі мүмкін. Қасықтың көмегімен елегіштен өткізіп жібереміз. Какаомызды да біркелкі масса болғанға дейін осылай миксермен араластырып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, дәл осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, лайк қойып кетіңіздер. Ыдысымыздың жан-жағындағы осындай дұрыс араласпай қалған қамырлар болса, ортаға біріктіріп, лопатканың көмегімен араластырып жібереміз. Осылай пергамент қағазымды салып, табамды дайындап алдым. Мұнда 2 қамырымда дайын тұр. Дәл осылай табамызға 2 ас қасықтан кезек-кезек салып отырып, барлық қамырларымызды соңына дейін салып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгенде осылай шет-шетіне жайып шығамыз қамырларымызды. Дәл осындай ағаш таяқшасының көмегімен бетіне өрнектер шығарамыз. Біздің пирогымыз әдемі шығу үшін дәл мен сияқты жасасаңыздар болады. Ал енді 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз пирогымызды. Қараңыздар, пирогымыздың піскен-піспегенін дәл осындай ағаш таяқшасын тығып көру арқылы білеміз, яғни ағаш таяқшасы құрғақ шығу қажет. Ал егер де намданып, кішкене қамыр жабысып шығатын болса, сіздердің пирогтарыңыз әлі дұрыс піспеді деген сөз. Пирогымызды табадан босатып алдық, ал енді кесіп көретін боламыз. Қараңыздар, мұнда кесу барысын көрсеттім. Қараңыздар, дәл осындай болып, ақ-қара түсте біздің әдемі пирогымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.